Ассалаумағалейкум достар, спорт мастері арнасына қош келдің. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге турникте қалай капитанский элементін шығуға болады, капитанский үйрену боламын. Яғни бір аптаның ішінде сіздерге капитанский элементін үйрететін боламын. Яғни капитанский элементі ол турникте бүйтіп шығамыз. Қазір мен сіздерге сол элементті көрсетем. Бүгінгі видеода сол элементті сіздер қайталап, бір аптаның ішінде сол элементті үйренетін боласыздар. Капитанский элементі турникте бұлай орындалады. Яғни ұстаймыз және артымызбен шығамыз. Осылай шығамыз. Қазір қайтадан жасап көрсететін боламын. Яғни турникті екі қолын ұстаймыз. Тұрамыз. Осылай шығамыз. Бұл элементті бүгін мен сіздерге толығырақ анық жасап көрсететін боламын, және соны жасап үйренуге арналған ең жақсы жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни бұл жаттығулар сіздер бір аптаның ішінде қайталап, сол элементті бір аптада үйрене алатын боласыздар. Сол үшін мен еңбегім бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Және маған қоятын сұрақтарыңыз болса, менің мына Instagram парақшам бар, кіріп сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Мен сол сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беріп өтетін боламын. Яғни капитанский элементін бір аптада үйрене алатын боласыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің бірінші жаттығуымыз, яғни мен сіздерге көрсететін бірінші жаттығу капитанский элементін, яғни бұл жаттығуды жасап, сіздер капитанский элементін жасап үйренетін боласыздар. Яғни жаттығуда турниктің үстіне мінеміз және артымыздан көтерілеміз. Бұл жаттығу сіздер қайталай бересіздер. Сол кезде сіздің арқаңыз үйреніп, капитанский элементін шыға алатын боласыздар. Яғни қолымызды қоямыз бүйтіп. Осылай шығамыз. Яғни сіздердің арқаларыңыз үйрену керек. Турникте бүйтіп тұрамыз, және арқамызбен бүйтіп шығамыз. Сол кезде оңай болады. Яғни қараңыздар. Турник ұстайсыздар. Аяқты ұстайсыздар, бүйтпеңіздер. Қолымызбен тартамыз. Біздің екінші жаттығуымыз турникте орындалады. Турникті ұстайсыз, мінесіз және аяғыңызды түзу ұстап тұрамыз. Бұл жаттығу сіздің капитанский шығуыңызға толықтай көмектеседі, өйткені сіздің аяғыңыз түзу тұрады. Аяқты түзу ұстап үйренеміз. Достар, яғни сіздер капитанский элементтен шығып үйренемін десеңіз, аяғыңызды және құйрығыңызды ішіне кіргізуіңіз керек. Сол кезде сіз капитанский элементтен оңай шыға алатын боласыздар. Бұл жаттығуды қайталаңыздар. Турникте тұрамыз, ұстаймыз. Яғни бұл жаттығу капитанский шығуыңызға үйретеді. Турник ұстаймыз, аяғыңызды түзу ұстап тұрамыз. Бұл жаттығуды қайталап, сіздер капитанский элементін оңай шыға алатын боласыздар. Яғни бұл жаттығуда 15-20 секунд 4 подход жасайтын боламыз. Сол кезде сіздер тез арада үйреніп шыға алатын боласыз. Достар, біздің үшінші жаттығу, яғни үшінші кеңесіміз, сіз капитанский элементтен шығуды үйренуіңіз келсе, сіз турникке жақсы тартылуыңыз керек және брусияны жақсы жасауыңыз керек. Қазір мен сіздерге соның бәрін түсіндіріп айтатын боламын. Яғни сіздің күшіңіз болмаса, күш деген яғни турникке мысалы сіз қаншалықты тартыласыз, брусия қаншалықты жасайсыз, соған байланысты. Яғни капитанский элементіне қатты күш қажет емес, тек қана турник үстіне мініп, екі аяғыңызды кіргізіп, көтерілсеңіз болды. Яғни қолдың күші қажет. Қолдың күшін көбейту үшін турникке жақсы тартылуыңыз керек, брусия жасауыңыз керек. Яғни брусияда
сіз ең аз дегенде 15-20 рет жасауыңыз қажет. Яғни Бурсияда тұрамыз, ұстаймыз, жасаймыз, 15 рет жасаймыз. Кеттік. Бұл жаттығу сіздің Брусия жасауыңызға және капитанский элементін үйренуіңізге көмектеседі. Яғни бағана мен сіздерге жаттығулар көрсеттім. Сол жаттығуларды сіздер бір апта көлемінде тоқтап қайталасаңыз, капитанский элементін сразу үйреніп шығатын боласыздар. Сосын бағана жаттығуды қайталап, және Брусия мен турникті жасап отырыңыз. Яғни күштеріңізді көбейте алатын боласыздар. Достар, осымен біздің видеомыз өз соңына жетіп қалды. Бүгінгі видеода мен сіздерге капитанский элементін турникте шығуды толығырақ үйреттім. Яғни тез үйренуге арналған топ 3 жаттығуды көрсеттім. Топ 3 жаттығуды сіздер қайталап, бір аптаның ішінде капитанский элементін турникте оңай шыға алатын боласыздар. Яғни сіздерге тағы қандай қызықты элементтер керек, маған комментарийге жазып кетіңіздер. Мен әртүрлі элементтерді сіздерге жасап, өзім жасай алатын элементтерді сіздерге жасап көрсетіп үйрететін боламын. Яғни үйретіп күшті видеолар шығаратын боламын. Бүгінгі видеода топ 3 жаттығуды қайталап, сіздер бір аптаның ішінде капитанский элементін үйренетін боласыздар. Яғни сіздерге 3 жаттығу көрсеттім. Сол 3 жаттығуды 4 подход, 3 подходтан қайталап шығуды үйренетін боласыздар. Капитанский элементтің шығу оңай, достар. Тек қана турникте көп жүріп, арқаңызбен бетіп шығып тұрсаңыздар болды. Және турникте тұрып, аяғыңызды түзу ұстасаңыздар болды. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, және осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Олар да осы видеоны көріп, олар да лайк басып, каналға тіркеліп кетсін. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, Instagram мен ВК парақшама кіріп жазып кетіңіздер. Егер осы видеоны ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.